Кәлима тайиба 29. Авсат рахматуллахи алейхи айтады. Абу Бакр радиаллаху анху кутба оқып жатып, мен тұрған жерде бір жыл мұрын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрған еле, деп ыйлап жіберді. Анан сөзін улап, Алла Тааладан саламаттық, амандық сұрағыла. Анткени ыймандан кейін саламаттық менен күнөөдөн кечирилүүдөн өткөн белек жоқ, деді. Авсат рахматуллахи алейхи айтады. Абу Бакр радиаллаху анху кутба оқып жатып, мен тұрған жерде бір жыл мұрын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрған еле, деп ыйлап жіберді. Анан сөзін улап, Алла Тааладан саламаттық, амандық сұрағыла. Анткени ыймандан кейін саламаттық менен күнөөдөн кечирилүүдөн өткөн белек жоқ, деді. Авсат рахматуллахи алейхи айтады. Абу Бакр радиаллаху анху кутба оқып жатып, мен тұрған жерде бір жыл мұрын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрған еле, деп ыйлап жіберді. Анан сөзін улап, Алла Тааладан саламаттық, амандық сұрағыла. Анткени ыймандан кейін саламаттық менен күнөөдөн кечирилүүдөн өткөн белек жоқ, деді. Ахмадтын муснады.